Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Шынасыл мешітіне келдік. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы демекші, білім мен тәрбие қатар жүргенде ғана жас ұрпақ қалыптасады. Бүгін біз Шынасыл мешітінің бас имамы Бақат Абдисманұлымен сұхбаттасуға келдік. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер мешітімізге. Бақат аға, бүгін сізбен білім мен тәрбие жөнінде сұхбаттасым келеді. Бірінші сұрағым, қазақ халқы ұл қызын тәрбиелеуде мына үш негізде тәрбиелеген. Ол жаман болады, обал болады, ұят болады деген сияқты. Осы жайлы не айтасыз? Алдымен баршаңызға ассалаумағалейкум. Күндеріңіз берекелі болсын. Қозғап отырған тақырыбыңыз өте маңызды. Ұлттың тақырыбы, ұрпақтың тақырыбы, ұлттың қамы, елдің қамы үшін қойылатын ең маңызды сұрақтың бірі. Ертеден әкелерімізден, аталарымыздан естіген сол үш сөз біз қылған сөздер деп айтамыз. Өзіңіз айтпақшы, жаман болады деп айтамыз. Неге? Себебі ешқашан дін ислам еш уақытта өзінің құндылықтарын ескертпеген, өзінің құндылықтарын әрдайым жаңартып отырған. Соның ең жаңартып отырған дүниесі ол жаман болады. Ол жаман болады қай мағынада? Басқа біреудің ақысына кіріп кетпеу, басқа біреудің шекарасына кірмеу, басқа біреудің абыройын, басқа біреудің басқа да құндылықтарын аяқ асты етпеу мақсатында әрдайым дін ислам басқа адамның құқығын қорғауға шақырған. Бұл біріншісі. Екіншісі, ұят болады деген дүние бар. Ұят болады не деген сөз? Бізде, дінімізде, халқымызда үлкендерді құрметтеу бірінші тұрған. Бұл біздің дәстүрімізде. Ал біздің дінімізде де үлкенді құрметтеу ең бірінші орында тұрады. Мәселен, құрметтеудің басында кім тұрады? Бірінші ата-анамыз, одан кейін аға бауырларымыз, одан кейін әпке қарындастарымыз да не болады? Ең бірінші құрметтеуге лайықты болады. Енді бұл жерде ұят болады деген сөз, ол сол кісілердің алдында ұятты іс істемеуге халқымызда шақырады, дінімізде шақырады. Мәселен, бір мектеп оқушысы өзінің ұстазының алдында, өзінің мұғалімінің алдында қандай да бір жаман кейіптегі сөздерді, іс-әрекеттерді жасамайды. Егер де жасайтын болса, ол ұятты болады. Дәл сол секілді ұятты болатын дүние дінімізде де дәл сондай. Дінімізде де ұстаз деген ұғым бар, шәкірт деген ұғым бар. Екеуі де өзінің құрметін орнына қоя алған. Үшіншісі, ол әрине маңызды дүниесі, ол не еді? Үшіншісі обал болады. Обал болады, ол жаңа біріншісін жаман болады дедік, екіншісін ұят болады дедік, үшіншісі обал болады, ол бізді қоршаған табиғат. Яғни өсімдіктер, ағаштар, жан-жануарларға қатысты да дін ислам және де салт дәстүріміз қатты мән берген. Сол себепті де елімізде, дәстүрімізде ұғым бар. Ол не еді? Бір тал кессең, 10 тал ек деген бір ұғым бар. Ол не деген сөз? Табиғатты қорғау да салтымыздың да дініміздің де талабы. Дәл сол секілді жан-жануарлар бар. Олар жан-жануар екен деп, тілсіз екен деп, иесіз екен деп оларды езуге, оларды қинауға болмайды. Керісінше оларды да адам баласы өзінің қамқорлығына алуы керек деп айтамыз. Бақат аға, сұрағыңызға рахмет. Енді екінші сұрағыма көшсем. Жастарды жат ағымдардан сақтандыруда ең алдымен неге көңіл бөлу қажет? Сұрағыңыз өте өзекті. Бүгінгі таңда өте өзекті тақырыпқа тоқтадыңыз. Неге маңызды? Себебі біз 1000 жылдан астам уақыт өзіміз дербес бір ел болдық, осылай бүгінге дейін жеттік. Енді жат ағым деген сөз, ол өзінің елдігін, өзінің жерлігін, өзінің нағыз ұлт екендігін дәлелдеген бір қоғамда, бір айрандай ұйыған бір отбасы мүшелерін ыдыратып алмау үшін жат болған, яғни біздің салтымызға, дәстүрімізге, дінімізге теріс болған түрлі сенімдер мен жаңағы нанымдарды біз саралауымыз қажет. Мәселен, бүгінгі таңда осы ауданымызда 48 мешітіміз бар, барлығы тіркелген, барлығы заңды, құжаттарының барлығы толық. Сол жерде әр мешітте осы діни басқарманың бекіткен өзінің ресми имамдары бар.
сол ресми имамдары имам болу үшін кем дегенде 2 айлық, көп дегенде 7-8 жылдық білімі бар азаматтарды бекітіп қояды. Енді бұл жерде жалпы мектеп оқушыларына болсын, еліміздің, жеріміздің кез келген азаматы үшін қандай да бір діни бір тақырып болса, тақырыпқа қатысты жауап керек болса, онда кез келген бүгінгі таңдағы ИИ дейміз, одан кейін жаңағы бүгінгі таңда чат GPT дейміз, не болмаса интернет дейміз, не болмаса басқа дейміз, ол құрылғылардан жауап ала аламыз, жауап таба аламыз, бірақ та ресми болған осы мешіттерден, дін мамандарынан бұл ақпарат бізге жат па, емес па, дұрыс емес па деген секілді сұрақты бір бекітіп алу керек. Неге? Себебі сырты бүтін, іші түтін деген елімізде бір нақыл сөз бар. Ол не деген сөз? Кез келген шешен адам дұрыс емес тақырыпты әдемілеп жеткізетін болса, онда ол дұрыс емес болған дүние әдемі сөзбен көмкерілгендігі үшін адамның жүрегіне қонады. Ол 1, 2, 3 жалғасады, соңында қате және де дұрыс емес пікірлер адамның жүрегінде қалыптасады. Ал одан кейін мынау іс-әрекетің дұрыс емес деп айтқан уақытта ол адам оны кейін қарап қайтара алмайды. Яғни ол нәрсе жүрегіне қонады. Сол себепте де кез келген діни жат пікірлер болса, жат нанымдар болса, ең әуелі ақылдасуды сұраймыз. Оны кез келген мұғалімнен, кез келген сол мектепке жауапты мамандардан оқушылар сұрайтын болса, әлбетте олар бізге қарай жол тауып береді. Жауабыңыз өте орынды. Енді келесі сұраққа өтсем. Ата-анаға құрмет ету, ата-ананы қадірлеу тұрғысында мектеп оқушыларына қандай кеңес бересіз? Ата-ана адам баласына берілген, осы дүниеде берілген ең үлкен бақыт. Бірде кітаптарда мынандай бір ақпарат келеді. Адам баласы ананың құрсағында әуел баста жан біткен уақытта сол ананың құрсағында жатқан бала жаратқаннан сұрайды екен. Жаратқан, мен осындай бір ананың ішіне түстім. Ертең жер деген жерге түсеміз, елге барамыз. Онда мен өз-өзім ас іше алмаймын, өз-өзімнің тірлігімді жасай алмаймын. Мен әлсіз болам, мені кім күтіп алады, менің тілімді кім түсінеді деген уақытта Алла Тағала ол ананың ішіндегі нәрестеге былай деп ақпарат береді екен. Сені бір жан күтіп алады, сен сөйлей алмасаң да сені түсінеді, сен шешіне алмасаң да, жуына алмасаң да сені жуындырады, шешіндіреді, киіндіреді. Сені сен қылуға әрдайым дайын тұратын бір жан күтіп алады дейді. Сонда ол кім деген уақытта ол сенің анаң дейді. Бұл біріншісі. Екіншісі, дініміз исламда білесіздер, жұмақ ананың аяғының астында деп айтады. Неге? Себебі бір ана өзінің баласының әрдайым биіктен көрінгенін қалайды. Менің балам болмаса екен, менің балам болмай қалса екен, менің балам бір сорлы болса екен деп ешқандай ана тілемейді. Керісінше, менің балам қандай биік болса, қандай шың болса, сол биіктің, сол шыңның басында болғанын қалайды. Енді соған қарымта ретінде бала да, қыз да анасының, әкесінің сол мейіріміне толықтай қайтарымды болу керек. Яғни құрметі, ол кісілердің тілін алуы толықтай болу керек. Мәселен, дініміз исламда ең бірінші ұстаз ол ата-ана, екінші мектептегі, не болмаса осы мешіттегі ұстаздар. Енді осы анамыз, әкеміз қай-қайсысы болса да біз үшін дәрістеріңді оқыңдар, сабақтарыңды оқыңдар, дайындалыңдар деген болса, демек ол жолдан олар бұрын өткен, тәжірибе алған. Соның нәтижесінде ол кісілер бұл білім алудың қаншалықты маңызды екендігін айтып отыр. Бүгінгі таңда кез келген салада қандай да бір маман, оқушы болса, белгілі бір дайындықты өтетін болса, онда әлбетте бұл оқушы алдағы уақытта міндетті түрде бір биіктен көрінеді. Дені сау болса, жолы, бағыты дұрыс болса әрине. Жауабыңызға рахмет. Енді келесі сұрағыма өтсем. Мектептің тірегі, жүрегі ол ұстаз, мұғалім. Ендеше осы ұстаздарға, мұғалімдерге жасалатын құрмет қандай болу керек? Мектеп оқушыларына қандай өнеге айтасыз?
Бұл сұраққа қысқа нұсқа жауап берейін. Ең бірінші Құран кәрімде мынандай бір аят келеді: сендер ата аналарыңа уф деп айтпаңдар дейді. Бұл не деген сөз? Кез келген ұл, кез келген қыз өзінің анасының, өзінің әкесінің жағдайына қарап, не болмаса әлеуметтік жағдайына қарап уф деп айтып жүргендерін кейде естиміз. Бірақ та дініміз ислам ол кісілерге уф деп айтуды тыйым салады. Бұл аят. Енді осы аятқа қарап ғалымдарымыз айтады, демек бір шәкіртте бір ұстазы үшін, өзінің мұғалімі үшін, өзінің ағайы, өзінің апайы үшін де бұл сөзді қолдануы мүлде дұрыс емес дейді. Мәселен, бір ұстаз бір тақырыпты қайта-қайта түсіндіретін болса, бір мұғалім, бір ағай, бір апай, онда ол не деген сөз? Бұл тақырып маңызды. Сол себепті ол тақырыпты бірнеше рет қайталайды. Енді бұл жерде шәкірттің міндеті сол берілген ақпаратты толықтай уақытында меңгеруі тиіс. Мәселен, 4 жылдық 11 жыл мектеп оқыды, 4 жыл универ оқыды. Енді осы 4 жыл қандай да бір шәкірт, оқушы толығымен сол оқу орнын, сол мектептегі 11 жыл оқытқан ұстаздардың айтқандарын оқытқандарын өзінің жүрегіне сіңдіріп, 4 жыл одан кейін универ оқиды, универ оқыған уақытта да ол жердегі ұстаздардың бар берген мағлұматын бойына жинайтын болса, ол оның алдағы жылдарындағы өзіне азық болады. Кез келген уақытта сол 4 жылдық білімі, не болмаса 11 жылдық білімі, оны тікелей айтатын болсақ, өмірінің соңына дейін асырайды. Кез келген жерге білімді бір азамат барса, ол азаматты ешкім қайтармайды. Керісінше ол азамат біздің қатарымызға қосылсын, біз болуымызға, қалыптасуға көмегі тисін деп қабылдайды. Бұл біріншісі. Екіншісі, дініміз исламда кез келген оқушы бір ұстазға барған уақытта тізесіне тиіп отыру керек дейді. Ұстаз тапсырма береді, шәкірт оны тапсырмаға дайындалады, ертеңіне келген уақытта сол тапсырманы өзіне қайтарып оқып береді, не болмаса жатқа айтып береді. Енді бұл жерде керегі де осы, бүгінде дәл сондай, ұстаз отырады, шәкірт отырады, ұстаз шәкіртінен сұрайды, шәкірті сол берілген тапсырманы мүмкіндігінің барынша дайындалады, оқиды, не болмаса жазып береді. Бұл осылай жалғаса береді. Бәлкім оқушы мектептің қабырғасында көп нәрсе білмегені, көп нәрсе үйренбегені секілді өзі ой түйуі мүмкін. Бірақ та күнделікті талпыныс, күнделікті ізденіс ол адамды білімділердің қатарына қосады. Жауабыңызға алғыс білдіремін. Енді келесі сұраққа өтсем. Қазақ халқының тарихи кезеңдерінен, сана қатпарларынан сүзгіден өтіп, бүгінгі күнге дейін ұрпақ тәрбиелеуде темір қазық етіп ұстап келе жатқан салт дәстүрі туралы не айтасыз? Иә, бұл да маңызды. Білесіздер, жалпы біздің ел, осы елді, осы жерді мекен еткен ата-бабаларымыз 1000 жылдан бері осы жерді мекендеп келе жатыр. Өзінің салты болды, өзінің дәстүрі болды, өзінің ғұрпы болды. Әр заманда өзінің белгілі бір жетістіктері болды, арасында жетістікке жетпей қалған кездері болды. Бірақ та толықтай алғанда әлемдік деңгейде өзін көрсете білген бірнеше емес бірегей халықтардың бірі. Енді оның ең қарапайым түрі, кез келген осы біздің елде өсіп, біздің мектептерде оқып, біздің осы білім жүйесімен шығып, шетелге білім алу үшін шыққан кез келген біздің аға әпкелеріміз, қарындастарымыздың айтатыны, ол біздің елден шыққан азаматшалардың басқа елге барғанда сендер кімсіңдер, сендерді кім тәрбиеледі, сендердің бұл жағдайға келулерің үшін сендер қандай мектептен өттіңдер деген сұрақты қояды екен. Неге деген уақытта бізде үлкенге құрмет, үлкеннің алдын кеспеу, көпшілік жерде абыр-дабыр деп көпшіліктің мазасын алмау, үлкенді құрметтеу, жаңа жоғарыда айтқанымыздай ол болады, ұят болады деген сөздерді біз сыртқа шыққанда ең бірінші орынға қоямыз. Сол орынға қоюымыз біздің ең әуелі осы Қазақстан азаматы екендігін, одан кейін шынайы бір мұсылман екендігімізді
көрсетеді. Енді бізге қазіргі таңға керегі де осы. Бізге де қазір білімді ұрпақ керек па? Керек. Ғылымды толығымен меңгерген ұрпақ керек па? Керек, бірақ сонымен қоса ол ұрпақтың бойында ұят болады, жаман болады, обал болады деген қасиеттер де болу керек. Білім мен ғылым әрине өте дұрыс, өте жақсы, бірақ та жаңағы обал болады дегендерді де бойына сіңіргені дұрыс. Бұны не үшін айтамыз? Себебі біз бүгінгі таңда сол батыс елдеріне қызығамыз, ғылымда шыңға жетті, білімде шыңға жетті, олар өте жақсы өмір сүріп жатыр деп ойлаймыз, бірақ ол біздің ойымыз. Бірақ ол елдің ішіне кірсеңіздер, проблемасы бүгінгі бізден әлде қайда көп. Сол проблемалардың бірі олардың ата-анасына деген құрметінің аздығы. Оны көбіміз көрдік, бізде сол жақта жүрдік, бізде сол жақта достарымыз болды, бізде сол жақтан жаңағы журналы бар, кітабы бар, газетінде кейде қарап отырамыз. Сол кездерде олардың қозғайтыны ата-ананы да қалыс қалдырмаңдар, оларға да бір көңіл бөліңдер деп кітаптар шығып жатыр, мақалалар шығып жатыр, не болмаса жазбалар шығып жатыр. Демек, бұл не деген сөз? Білім мен ғылым толық жетпейді, оған қоса обал болады, ұят болады дегенді де біз, яғни Қазақстан азаматы ретінде, мейлі жасымыз 70-те болсын, мейлі 7-де болсын, маңызды емес, сол нәрсені бойымызда ұстап тұруымыз қажет. Жауабыңызға алғыс білдіремін. Тәрбиеге бас иген құл болмайды демекші, бүгін біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Шын Асыл мешітінің бас имамы Бақыт Абдесманұлына үлкен алғысымызды айтамыз. Сізге көп рахмет. Келесі сұхбатта кездескенше аман сау болыңыз. Рахмет. Баршаларыңызға Құдай амандық берсін.